Армысыздар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен адам баласына жалпы сынақ неге беріледі деген тақырыпты қозғағым келіп отыр. Яғни біздің бұл жаңағы адам баласына сынақ неге беріледі? Жалпы өмірімізде, жалпы сіз бір істі бастағанда, бір жұмысты бастағанда, сіздің жолыңызда бір кедергілер пайда болады. Ол жаңағы өмірдің былай айтқанда міндетті нәрсе, ол кедергінің пайда болуы, ол міндетті. Бүкіл жұмыста, бүкіл не жұмыс жасасаңыз да ол кедергі міндетті түрде болады. Яғни жаңағы қиындықтар кездесіп, оны жаңағы қырсық шалған кезеңдерде болады. Сол сәтте сіз жаңағы қиындыққа, яғни есікке жабысып қалмай, жаңа өзгеріске, жаңа жақсы жаққа қарай өзгерістерге жол ашуыңыз керек. Яғни сіз бұл кезде ескіні жіберіп, жаңа нәтижеге жол ашасыз, жаңа өзгерістерге жол ашасыз. Ал есікке жабысып өзгерістерге бұл қарсыласу, бұл жалпы сіздің өміріңізге, тағдырыңызға, жалпы өзіңіздің өміріңізге қарсыласу болып табылады. Яғни сізге келетін бір мысалы сіз білмейсіз, алдыңызда жалпы сізге бір жақсы нәтиже көрсетейін деп тұрған шығар, бұл кедергі мысалы кездескен. Сіз оны білмейсіз, бұған керісінше сіз жаңа қарсыласу арқылы бұл неге болмай қалды, бұл неге шықпай қалды, мен бәрін осы уақытқа дейін дұрыс жасаған едім ғой деген сияқты ойлармен сіз қарсыласасыз. Ал одан жаңағы тығырықтан, кедергіден шығудың жолын сіз іздемейсіз. Соның нәтижесінде сіз ешқашанда нәтижеге жетпейтін боласыз. Яғни ондай әрекет одан сайын адамды жаңағы күйзеліске ұшыратады. Яғни күйзелістің соңы бұл, білесіздер барлығыңыз, бұл жалпы ауруға да шалдықтырады. Мысалы адамға рухани баю үшін, адамға мысалы ретінде сіздерге келтірейін, рухани баю үшін ол жаңағы өзіне жақын, өзі жақсы көретін бір нәрсені ол жанынан жоғалтады. Оны жаңағы жоғалтқан сәтте ол өзінің жаңағы әрекетін, сол уақытқа дейін істеген әрекетін жалпы ойлана түседі. Соның нәтижесінде өзін-өзі жаңағы қолға ала түседі. Мысалы адам белгілі бір жаңағы биік белестерді бағындырып, бір үлкен табысқа кенелсе де, сол табысынан кейінірек түкке де жетпейтін, түкке де тұрмайтын сезінгенде, ол адам тоже күйзеліске ұшырайды. Олай жаңағы күйзеліске ұшырап, өз-өзіңізді құртудан қажеті жоқ. Яғни кез келген табыстың соңында қиындық болады. Яғни кез келген табыстың алдында да қиындық кездеседі. Бұл жалпы жаңағы құлау мен өсу, бұл жалпы өмірде бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Яғни сіз құлайсыз, қайтадан тұрасыз. Құлайсыз, қайтадан тұрасыз. Құлайсыз, қайтадан тұрасыз. Солай сіз өзіңіздің мақсатыңызға жетесіз. Яғни адам баласы ойлаған, сіз ойлаған бір қалыпты идеальный өмір ол ешқашанда болмайды. Мұның бәрі бүгін бар, ертең жоқ, жай ғана формулар болып қалады. Яғни жалпы уақыт иллюзиясы болып қалады. Адам өмірінің бұл тізбегін жалпы қалыпты санамайды. Оған керісінше жаңағы қарсылық таныту арқылы, жаңағы өзін-өзіне жаңағы жалпы қарсылық танытудың өзі, сол кедергіден шықпаудың жолын таба алмаудың өзі бұл адамның өміріне өте үлкен әсер етеді. Яғни барыңызды жоғалту, бұл әрине жаңағы жұмысыңыздан осы уақытқа дейін әрекет еткен нәрседен қол үзіп қалу, бұл әрине ешқандай да адамға, бұл адам баласына оңай нәрсе емес. Бірақ жоғалту арқылы сіз белгілі бір нәтижені қол жеткізесіз, яғни жоғалту арқылы сіз табасыз. Демек бақыт пен бақытсыздық ол жаңағы тоже өсу мен құлау сияқты ол бірге жүреді, яғни тепе-теңдік ұстап отырады. Сонымен қатар бұл жай ғана жаңағы уақыт арасындағы иллюзия болып қалыптасады, яғни уақыт иллюзиясы болып тұра береді. Яғни достар, осы видеода айтқым келгені бұл жаңағы жалпы сізге бір жұмысты бастағанда, бір істі бастағанда, бұл сізге кедергілер кездесіп жатқанда, сіз кедергіні, сол кедергіге қолыңызды бір сілтеп қоймай, сіз одан шығудың жолын іздеуіңіз керек. Яғни одан шығудың жолын қанша күн болсын, қанша сағат болсын іздеп табуыңыз керек. Ал егер сіз қолыңызды бір сілтеп қана қоя салатын болсаңыз, ол
сізді ешқашан нәтижеге жеткізбейді. Сіз нәтижеге жету үшін жаңағы әрекет етуіңіз керек. Сіз әрекет ету арқылы белгілі бір мақсатыңызға, өзіңіздің қалаған арманыңызға қол жеткізетін боласыз. Ал достар, видео ұнаса, осы каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.